Сәлем, бүгін өтетін тақырыбымыз қайда тұрасың? Мына сөздерді есіңде сақта. Көп қабатты үй, жер үй, қала, ауыл, бөлме, көше, қиылыс, сол жақ, оң жақ, жоғары, төмен. Ендігі тапсырма. Бұл жер үй ме, көп қабатты үй ме? Дұрыс, бұл жер үй. Бұл қала ма, ауыл ма? Дұрыс, бұл қала. Енді мына нәрсені есіңде сақта. Қайда? Мысалы, ауылда, жер үйде, қалада, оң жақта. Ендігі тапсырма. Өскемен қаласы Қазақстанның қай жағында орналасқан? Дұрыс, Өскемен қаласы Қазақстанның оң жағында орналасқан. Атырау қаласы Қазақстанның қай жағында орналасқан? Дұрыс, Атырау қаласы Қазақстанның сол жағында орналасқан. Астана қаласы Қазақстанның қай жағында орналасқан? Дұрыс, Астана қаласы Қазақстанның жоғарғы жағында орналасқан. Тараз қаласы Қазақстанның қай жағында орналасқан? Дұрыс, Тараз қаласы Қазақстанның төменгі жағында орналасқан. Енді мәтінді мұқият тыңда. Бұл әлем. Әлем мектепте оқиды. Әлем Бұлақты ауылында жер үйде тұрады. Әлемнің үйі 5 бөлмелі және үлкен. Ендігі тапсырма. Әлем Алматы қаласында тұрады. Дұрыс бұрыстығын анықта. Әлемнің үйі 5 бөлмелі және үлкен. Әлем көп қабатты үйдің 2-ші қабатында тұрады. Өзіңді тексер. Әлем Алматы қаласында тұрады. Бұрыс. Әлемнің үйі 5 бөлмелі және үлкен. Дұрыс. Әлем көп қабатты үйдің 2-ші қабатында тұрады. Бұрыс. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол.